Ақ халаттағы жандар өздері дәрілерді сирек қолдануының бірнеше негізгі себептері бар. Алдын алу ең жақсы ем. Көптеген дәрігерлер аурудың алдын алу үшін дұрыс тамақтану, жаттығу жасау және өмір салтын өзгерту маңызды деп санайды. Олар дәрі-дәрмектен гөрі табиғи әдістермен денсаулықты сақтауға болатынын біледі. Бұл дегеніміз, ақ халаттылар мүлдем дәрі қолданбайды деген сөз емес. Ауыр және шұғыл жағдайларда олар дәріні қолданады, бірақ күнделікті денсаулықты табиғи жолмен сақтауға тырысады. Дәрігерлердің көпшілігі денсаулыққа пайдалы деп санайтын өнімдер. Бірінші кезекте жидектер, қара жидек, таңқурай, құлпынай, қарақат, антиоксиданттарға бай, иммунитетті нығайтады. Екінші кезекте жаңғақтар, бадам, жаңғақ, пісте, жүрекке пайдалы майлар мен магний көзі. Үшінші кезекте майлы балық, лосось, скумбрия, сардина, омега-3 май қышқылдары жүрек пен ми жұмысын жақсартады. Төртінші кезекте зәйтүн майы қабынуды азайтып, жүрек ауруының алдын алады. Бесінші орында сарымсақ, табиғи антибиотик, иммунитетті күшейтеді. Алтыншы орында айран мен йогурт, ішек флорасын жақсартып, ас қорытуға көмектеседі. Жетінші орында қара шоколад, 70 какао, және одан жоғары, қан айналымын жақсартып, ми қызметін күшейтеді. Сегізінші орында қара шай мен көк шай антиоксиданттарға бай, жүрек қан тамырларын қорғайды. Тоғызыншы орында жасыл көкөністер, брокколи, шпинат, ақжелкен, дәрумендер мен минералдарға бай. Оныншы орында асқабақ дәні, мырыш көзі, иммунитет пен гормоналды баланс үшін пайдалы. Көріп отырғандарыңыздай, майлы тағамдарды жемістер мен жаңғақтарға, балық өнімдеріне алмастырған жөн. Ақ халатты жандардың өздері де денсаулықты табиғи түрде сақтауға тырысады. Ауырмаңыздар, бай бақуатты болыңыздар. Каналға тіркеліп, пайдалы ақпараттарды сіңіре отырыңыздар.